Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Айдана. Бүгін осындай әдемі нан пісіретін боламыз. Ол үшін бізге су, тұз, шекер, ашытқы қажет болады. Барлығын бір ыдысқа салып, жақсылап араластырып аламыз. Біраз уақытқа ыдысымыздың қалпағын жауып, алып қоямыз. Ашытқының реакция беруін күтеміз. Ашытқымыз шамалы көтерілгеннен кейін ұнды електен өткізіп, қатты емес, жұмсақ емес, жұмсақтығы орташа қамырды фучук деп иілеп тастаймыз. Ыдысымыздың қалпағын жауып, қамырдың ашуын күтеміз. Ыдысты орап, ыстық жерге қойсаңыздар тез ашиды. Қамырымыз ашығаннан кейін табамыздың астына май жағып дайындап, ашыған қамырды табаның үстіне салып, әдемілеп жайып аламыз. Қамырды табаға жайғастырып жайып алғаннан кейін бетіне сүлгі жауып, тағы біраз уақыт қалып қоямыз. Қамырымыз тағы көтеріледі. Мінекей әп-әдемі болып көтерілді қамырымыз. Енді қамырды осылай мен сияқты сәндесеңіздер болады, немесе басқаша сәндеп, жұмыртқаның сарысын жағып әсел печкаға пісіріп аламыз. Міндетті түрде осы рецепт бойынша дайындап көріңіздер. Қолжетімді заттардан жұп-жұмсақ булочка сияқты дәмді болып шығады. Астарыңыз дәмді болсын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.